Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Адан Ягатин ерекше рецепттер каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мерекелік дастарханға арналған өте дәмді шығатын, бар жоғы 5-10 минутта дайын болатын закуска Рафаэлланы дайындайтын боламыз. Достар, видеоны аяғына дейін қарамастан бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап жіберулеріңізді сұраймын. Ең алдымен консервідегі ананасты суы сорғу үшін тарелкаға тізіп қоямыз. Енді крабовые палочки және сырды үккіштің терканың ірі жағынан өткізіп аламыз. Енді азғантай мөлшерде майонез қосып жақсылап араластырамыз. Бізде сыр, плавленый сыр және де қажетті заттардың барлық толықтай мөлшерін төменде описанияда жасай кетемін. Сонымен қатар, мінекей бізге кокосовый стружка да қажет болады. Мінекей тағы да көрсетіп шығайын. Бар жоғы 2-ақ ингредиент: плавленый сыр және крабовые палочки. Майонез қосып, жақсылап араластырамыз да, енді дайын болған осындай қоспаны қолымыздың көмегімізбен қазір шарик жасайтын боламыз. Мінекей дәл құрт жасағандай алақанымыздың көмегімен айналдыра отырып, закусканы доп-домалақ етіп жасаймыз. Ал енді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай сопақша, басқа да формада жасасаңыздар болады. Бар жоғы 2 ғана ингредиенттен тұратын, әрі тез дайындалатын бұл закусканы, Рафаэлла закускасын дайындап көруге міндетті түрде кеңес беремін. Себебі алда, Құдай қаласа, жаңа жыл келе жатыр, мерекелік дастарханның нағыз сәнін келтіреді. Ал енді осы дайын болған закускамызға нағыз Рафаэлланың дәмін беру үшін біз енді кокос стружкасына мінекей малып осылай батырып аламыз. Қараңыздар, оп-оңай жасалады. Ал енді бізге бетін әрлеу үшін қазір қызыл икра қажет болады. Мінекей қызыл икрадан өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай бетіне осы шарикіміздің кішкентай азғантайдан ғана мінекей салып шығамыз. Және де безендіру үшін кішкене тарелкаларымыздың шетіне де салып жіберсек болады. Сонымен закуска Рафаэлламыз дайын. Дәмі енді өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, видео пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып жіберуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Марал Есенова. Кездескенше сау саламат болыңыздар.